Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Бекош. Бүгін мен Гоялар игроктардың сеттерін бағалайтын боламын. Бізде гильдияның аты Гоялар. Өздеріңіз көріп отқандай гильдияда 40 адам бар екен. Бүгінгі видеороликте мен тек никтарын ауыстырған адамдарға ғана айтатын боламын, потому что видео ұзаққа созылып кетеді. Бірінші мен өзімнен бастайын. Енді мен өзімді мақтанбай ақ қойын, бірақ мына сет Қазақстандағы жоқ сет. Так что айтпай ақ қойын, бірақ оның екенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Бізде екінші Айбек. Айбектің сетіне келетін болсақ, енді сет сәл голубойский екен, 7 деген балл беруге болады. Келесі бізде Саднес. Оқты Саднестің сеті жестко екен. Енді мына жерге көк футболканың орнына ақ футболка қойғанда прям дерзко кетеді, черный белый болып 9 деген балл беруге болады. Бізде келесі Элдико дейді. Элдико. Мынаның сеті что-то трусы сәл ауыстыру керек сияқты. Бұлай 5 деген балл беруге болады. Айдын. Айдынның сеті лично мен өзіме жазывый ұнамайды. Мынау өткенде тайныдан шыққан халявный зат. Былай маска топ, шаш нормальный. Оннан 6 деген балл беруге болады. Бізде Берік. Беріктің сеті дерзкі екен. Мынау зарубежный игроктардың сеттері, ютуберлердің. Хайлайтерский сет дейді ғой. Оннан 9 деген балл беруге болады. Ирома. Ирома. Дерзкі екен. Ироманың сеті әдемі. Прическа, кепка, маска бәрі топ, оннан 9 беруге болады. Келесі бізде Ера дейді. Ераның мына сеті лично мен өзіме ұнамайды. Маска топ, дене топ, но бірақ шалбар маған ұнамайды. 8 деген балл беруге болады. Бізде Шүскағой дейді. Пердебек, яғни айтқанда. Пердебектің сетіне келетін болсақ, қызыл, қара, ақ түспен араластырып істепті. Үсті топ, асты топ, красы нормальный. Маскасы нормальный, но маған мүйіз шашы ұнамайды. Енді қызыл қара болғандықтан айди андандай соңымен келістіріп істесеңде болатын еді. Оннан 9 беруге болады. Шашына басқасын бәрі нормальный. Енон дейді. Енон сеті. Мынау хайлайтерский сет болу керек примерно, да? Грим, топ, прическасы нормальный, маска нормальный. Бұлай барлығы нормальный. Оннан 9 беруге болады. Сара дейді. Сара. Мынау не бәрі трусы киіп алады. Мүйізі нормальный, прическа әдемі, үсті топ, екеуі де инкубаторский. Менімше трусыдың орнына бір шортик кигенде айди топ болар еді. Оннан 8 беруге болады. Тайсон дейді. Тайсон маскасы, олд маска, прическасы дерзко, футболка нормальный. Вот это кросспен шалбар кеп тұрған жоқ. Оннан 7 беруге болады. Бізде келесі Азикош дейді. Аның сеті дерзкі екен, прическасы, денесі, шалбары, кросы бәрі тема екен, соска болып тұр екен прям. Оннан 10 беруге болады. Ерс дейді. Ерс. Сет ба не? Не сет? Хайлайтерский ма или? Білмедім. Кросс әдемі, прическа әдемі. Үсті мен асты бір түрлі екен. Маскасы тоже бір түрлі бандамка дегіз қойыпты. Оннан 4 беруге болады. Нұркен дейді. Нұркеннің прическасы әдемі, маскасы топ, үсті топ, шлепка нормальный, но бірақ шалбар бір түрлі екен. Мен лично маған шалбар ұнамайды. Оннан 8 беруге болады. Келесі бізде Әбеке. Әбекенің сеті хайлайтерский сет дейме, халявный сет, тегін аның барлығы. Оннан 6 беруге болады. Дет дейді. Қоянның басы, мастерскіне, шалбар. Мынау лично маған ұнамады. Үсті мастерский куртка ұнамайды маған. Бір ақ футболка кигені дерзко болар еді. Оннан 6 беруге болады. Физи дейді. Физидің киіп алғанын қарасаңдар. Мынау лично маған сет деп ойламаймын. Оннан 2. Қоя дейді. Немене бәрі мына шалбарды киіп алған. Куртка нормальный, маска топ, шаш нормальный, кросс нормальный. Мынау шалбар құртып тұр. Наның орнына бір головорез кигенде топ болар мейді. Оннан 7. Онкағоя дейді. Бұл наның да сет оңып тұрған жоқ екен. Басы нормальный, шалбар нормальный, шлепка. Үсті құртып тұр. Оннан 7 тоже болғанда. Джонни дейді. Джонни маған шалбар мен футболка ұнайды. Но бірақ кросспен қоянның басы құртып тұр. Оның орнына бір қызыл қара кигенде топ болар мейді. Оннан 7 болғанда. Арман дейді. Арман. Үсті қағаз киім нормальный. Маған лично жазывый ұнамайды, бірақ мен әдем болып тұр.
Так, сеті нормальный, по идее, 10-нан 8. Арнер дейді. Ух ты! Ойбай, ну чё за соска сет мынау. Инкубатор иньян, красные штаны ангела, ақ шаш, қара маска, шлепка бәрі тема четкий болып тұр екен. Оған 10-нан 10 береміз. Так, Нурпо дейді. Так, Нурпоның сеті фастерский екен тоже. Кепка нормальный, маска нормальный, футболка нормальный. Но бірақтан шалбар сәл құртып тұр, мына жерде белгі шығып бір түрлі болып тұр екен. Бұлай 10-нан 9 беруге болады. Казами дейді. Не сет мынау, не сет мынау енді. Шаш Катарина ойнайтындардың сеті ой деймін, білмедім. 10-нан 7. Айока дейді. Так, Айоканың үсті нормальный, шашын, прическасы әдемі, шалбары. Шалбар неге мынамен джинсы кидіріп қойған? Етік киіп қойыпты аяғына. 10-нан 6. Жаке дейді. Ойбай, чё за соска мынау. Так, зомби самурай, үсті топ, асты топ, шлепка бәрі нормальный, 10-нан 10. Адик дейді. Адиктікі тоже ұқсас екен, бірақ мен айттым, лично мағына шалбары ұнамайды мүлдем. Бір наның орында пуховик или штаны ангела болғанда тема кетермейді. 10-нан 8. Так, Раван дейді. Ух ты! Раванның асты нормальный, үсті топ, шлепкасы дерзкі, маска, прическа бәрі әдем болып тұр. Бірақ мынау ненің үстін сәл басқаша ауыстырғанда топ болар меді. Былай нормальный, 10-нан 9. Иренова дейді. Так, Иренованың шортигі бір түрлі сары қара киіндіріп алыпты. Шортигін по идее соған ауыстырғанда әдем болар меді. 10-нан 7. Нұржан дейді. Так, Нұржанның жасыл шаш не сет мынау енді, не сет. 10-нан 5. Нұрс дейді. Так, Нұрстың сеті былай нормальный, жазғы ұнамайды маған, үсті әдемі, маска, кепка бәрі топ, красы тоже топ. 10-нан 7. Мадара дейді. Так, Мадараның мағанна шалбар ұнайды, лично өзіме шалбары дерзкі. Қалпақ, маска бәрі әдемі, бірақ қоянның үстін намен бекер киген, қызыл болып киіндірген соң бәрін қызыл бұл керек еді бірыңғай. Так, сет нормальный, 10-нан 7. Ереке қойы дейді. Так, Ерекенің сетіне келетін болса, кепкасы әчке дерзкі болып тұр, баяғының районның бандиттері ұқсап. Несі шалбары кеп тұр, пуховик, кросс тоже, бірақ көк кепканың орнына, примерно, көк футболканың орнына, примерно бір басқа черный лаун кигенде вообще топ кетермеді. Так, 10-нан 8. Ошым, осындай қызықты видео болды. Мен енді ойылардың, игроктардың сеттерін бағаладым. Кімнің сеті ұнады, негін комментарияға жазып кет, мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздермен бірге бүгін болған мен Бекош. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.